Өт қабындағы тастардың өлшемі құм тәрізді ұсақ немесе гольфтің кішкентай домына дейінгі көлемде болады. Өт қабында бір үлкен тас, жүздеген ұсақ тастармен немесе шағын үлкендері де болуы мүмкін. Өт қабындағы тастар іштің жоғарғы оң бөлігіне кенеттен пайда болатын ауырсынуды туындатуы мүмкін. Бұл өт қабының күйілуі деп аталады. Өт бөлінетін түктердің тастармен бітелуінде пайда болады. Өт тасы ауруының себептері қандай екенін білесіз бе? Өт құрамына кіретін заттектердің үйлесімділігі болмаған өт қабындағы тастардың түзілуіне бейімдейді. Өттің құрамында холестерин, билирубин көп болса немесе өт тұзы көп болса, өт қабында тастар пайда болады. Бұл үйлесімсіздіктің пайда болу себептері соңына дейін анықталмаған. Сондай-ақ тастар өт қабының толық немесе жеткіліксіз босатылуында пайда болуы мүмкін. Өт тастарының екі түрі болады: холестериндік және пигменттік. Холестериндік тастар әдетте сары-жасыл түсті, негізінен холестериннен тұрады. Көптеген жағдайларда өт тастарының 80%-дан астамы холестеринді болады. Пигменттік тастар қошқыл түсті және билирубиннен тұрады. Өт тас ауруының пайда болуының басқа қауіпті факторлеріне жататындар: семіздік. Семіздікке шалдыққан адамдарда, әсіресе әйелдерде, өт тасының түзілуінің қаупі жоғары болады. Семіздік өттегі холестерин деңгейінің артуына ықпал етеді. Бұл тастардың түзілуін туындатуы мүмкін. Өт тас ауруының симптомдары аппендициттік ойық жараның, панкреатиттік және гастроэзофагелдік рефлюкс ауруының симптомдарымен ұқсас келеді. Кейде науқаста өт қабының симптомдары болмаса, үнсіз тастар болуы мүмкін. Дәрігер басқа ауруды анықтау кезінде УЗИ орындауда өт қабындағы тасты байқауы мүмкін. Өт тас ауруын емдеудің қарапайым әдеттегі түрі өт қабын алып тастау үшін операция өткізу. Егер науқасқа операция жасау мүмкін болмаса, дәрігер холестеринді өт тасын еріту үшін хирургиялық емес шараларды тағайындайды. Операция жасалу мүмкін емес адамдарға немесе жалпы өт түтіктері тастарды алып тастау үшін өт қабын алып тастауға операция жасалатын науқастарға дәрігер РХКБ қолдану мүмкін. Тастарды еріту үшін дәрілік препараттарды қабылдауға болады. Мысалы, урсодиол, хендиол өт қышқылы бар дәрілік препараттар. Олар өт қабындағы тастарды ерітуге қабілетті. Бұл препараттар ұсақ холестеринді тастарды ерітуде аса тиімді. Барлық тастарды осылай еріту үшін бірнеше ай немесе жыл қажет болуы мүмкін. Соққы толқынды литотрипсия өт тастарын бұзу үшін арнайы аппарат литотриптер қолданады. Ол соққы толқындарын шығарады. Бұл толқындар адамның денесі арқылы өтіп, өт тастарын ұсақ бөліктерге ұсақтатады. Бұл шара сирек қолданылады және урсодиолды қабылдаумен қатар тағайындалады. Егер сіз өт тасын шөп жиынтығы арқылы ерітіп шығарғыңыз келсе, фарабиз атты шөп дәріні қолдансаңыз болады. Өт қалташасын тас толықтай шығып кету үшін фарабизді кемі 3 ай ішуіңіз керек. Құрметті бауырлар, егерде ішіңіз жүрмей, өт, бауыр, бүйрек, несеп ағар жолдары мен бас ауру, асқазан мазаласа, висцеральный терапияға жүгінсеңіз болады. Ол үшін осы көрсетілген нөмірге хабарлассаңыз болады.